Біздің өмір үлкен рухани компьютерлік симуляцияда болып жатырған ойын. Жер ойын алаңы, ал әрбіреуіміз ойыншылармыз. Енді осы ойында біз басты рөл атқарамыз ба, әлде қосалқы рөл атқарамыз ба? Бұны әрбіреуіміз өзіміз шешеміз. Біздің үлкенді кішілі арман мақсаттарымыз ол біздің бағдарымыз. Яғни, бұл өмірге біз өзіміздің потенциалымызбен, өзіміздің таланттарымызбен, мүмкіндіктерімізбен келдік дүниеге. Бізге, яғни түп санамыздың экранында көрсетіліп жатырған, біз мына кешке ұйқыға кетердің алдында көбіне ойлаймыз. Немесе жалпы жүргенде бір анандай болсақ екен, мынандай болсақ екен деп ниеттенеміз. Сол біздің ойымыз, сөйлеген сөзіміз барлығы ниет болып жазылады. Соның барлығы бізге бағдар. Енді бұл өмірді ойын деп алсақ, әрине бұл ойынның шарттары бар. Және де кілттері бар. Жалпы адамзаттың көпшілігі сол бір шарттардың ережесімен жүреді. Ал өз өмірлерін өздері қолға алып, жауапкершілікті өздерінің қолдарына алған адамдар ерекше бір кілттерге ие болады. Яғни ойынның кілттеріне ие болады. Қазіргі тілмен айтқанда чит код деп айтады, GTA, басқа да бір ойындарда бар ғой чит код. Мысалы, сіз енді сол GTA ойын дұрыс білмейтін адам болсаңыз, қарапайым бір ойыншы ретінде ойнай аласыз. Әртүрлі дәрежеге, мысалы, бірнеше сол кедергілерден өтіп, қиын өтіп, немесе өте алмай жүресіз. Ал кейбір адамдар болады, бағанағы бір чит кодты сатып алады, немесе басқа да бір жеткен дәрежелеріне байланысты соларға код беріледі. Мен енді өзім компьютерлік ойынды ойнамаймын, сондықтан мүмкін қателесіп тұрған шығармын. Жалпы енді чит код деген нәрсе бар. Өмірде де солай. Сіз өзіңіздің өміріңізді қолыңызға алсаңыз, яғни қолыңызға алу деген не деген сөз? Яғни сіздің өміріңізде болып жатырған бір проблемаларға сіз өзіңіз жауаптысыз. Серік, Айбек, Айгүл, Азамат кінәлі емес. Сіз өзіңіз кінәлі емессіз. Егер кінәлі десек, бір күнәһар сезім, яғни чувство вины деген нәрсені өзіңізге жамап аласыз. Ол нәрсе бізге керек емес. Яғни қарапайым тілмен айтқанда, осының барлығын сіз өзіңіз жасадыңыз. Өзіңіздің қорқыныштарыңыз арқылы, өзіңіздің сенімсіздігіңіз арқылы, яғни өзіңізбен өзіңіз әзірге жұмыс жасамағанда, сол көпшіліктің артынан, солардың қатарында жүріп өтесіз. Бұл жаман емес, жақсы емес, ол да бір өмір. Ал егер сіз ерекшеленгіңіз келсе, өзіңіздің өміріңізді ерекше бір дәрежеге жеткізгіңіз келсе, онда сіз өзіңізбен жұмыс жасауға тура керек болады. Және сол жұмыстың нәтижесі ретінде сіздерге тәңірден чит код беріледі. Сосын әртүрлі кілттер беріледі. Енді сол бір кілттердің бір қатарын қазір мен сізге айтып өтейін. Негізгі осы ақпаратты көп психологтар көп ақшаға сатады. Енді мен оларды айыптамаймын, себебі олардың өздері осындай бір психолог болу үшін, немесе білімдерін адамдарға беру үшін, әрине өмірдің әртүрлі, әрқилы жағдайларынан өткен. Бірақ енді менің миссиям басқа, мені және де бір миллиондаған адамдар қарамайды. Бір барынша осы бір 50-100 шақты адамдар қарайтыны, максималды. Бірақ соның өзіне рахмет, соның өзіне разымын. Себебі бір адамның болса да жүрегін ашсам, соған бір себепші болсам, ол менің миссиямның орындалғаны. Сол осы мені қарайтын
сіздерге мен сол құнды ақпаратты қазір жеткізейін. Мысалға, сіз армандайсыз. Арманыңыз сіздің бағдар. Арманыңыз әртүрлі болуы мүмкін, ол мысалы телефоннан бастап, қарапайым. Көлік, пәтерлі болу деген сияқты. Және күйеуге шығу, немесе жақсы бір жанұя құру, және де бай болу, немесе үлкен бір абыройлы кәсіпкер болу деген сияқты. Сол, мысалы, бір көлікті алайықшы, мысал ретінде. Мен өзім Porsche Targa 911 Turbo S көлігін алғым келеді. Бұл менің арманым. Қазіргі мақсатта. Мен шын айтып отырмын қазір. Мен қалай армандаймын оны? Мен оны көп болған жоқ, осы бір жылдың ар жақ бер жағы. Мысалы, мен қалаймын, дұрыс па? Я хочу. Porsche Targa 911 Turbo S. Егер мен осы көлікті бір хочу деңгейінде қалдырсам, яғни қалаймын деңгейінде қалдырсам, не деген сөз? Бұл әлі қалау деңгейінде тұр, яғни бұл менің өмірімде әлі жоқ деген сөз. Егер мен сол хочу, қалаймын деп жүретін болсам, мен хочу, қалаймын деген энергияны өзімнен шығарамын. Яғни мен сол арманыма бағытталған сайын, сол арманыма қарай бағытталған сайын, мен сол хочу энергиясымен жүре берем, яғни мен өзімнен алыстата берем. Мен не істеуім керек? Мен я хочу, мен қалаймын. Осы бағана көлік туралы интернеттен қараймын, ютубтан қараймын, ішінде отырып сезінемін. Бұл өте маңызды нәрсе. Біздің сезіміміз магнит. Мысалы, сол көлікті айдап келе жатырған сеземін. Иісін ескеймін. Иісін, яғни елестетемін. Кожаның иісін, бір түрлі. Енді бір қымбат иіс болады ғой. Мысалы, ютубта бар, сол көліктің ішінде отырып, ана камераны маңдайына қойып, айдап келе жатырады. Соны өзім елестетемін. Жақсы, мен біліп алдым. Яғни, іші қандай, моторы қандай деген сияқты біліп алдым. Содан кейін, мен бұл арман мен үшін екінші қадам, яғни бірінші енді хочу, содан кейін бағана біліп алдым, ішкі құрылысы қандай деген сияқты, түсін біліп алдым, иісін сезіп көрдім деген сияқты. Содан кейін мен осы көлік менде бар екенін елестетемін. Яғни көзімді жабамын, осы көліктің ішінде отырғанымды бір 30 секундқа дейін елестетемін. Осы жүрегіммен сеземін. Осыны күніне бір рет, 2 рет істесеңіз өзі жарайды. Содан кейін ниет қыласыз. Мен осындай, мысалы, менің арманым, мысалы, Porsche Targa 911 Turbo S. Қалаймын, бірақ орындалмаса да мен бақыттымын. Яғни мен қалаймын бұл көлікті, бірақ бұл арманым орындалмаса да мен бақыттымын. Яғни менің бақытым сол көлікке байланысты емес. Түсініп отырсыздар ғой. Міне сол кезде сіздің арманыңыз тез орындалады. Енді мен айттым ғой, бағана 1 жылдай болды деп, осы көлікті армандап жүргеніме, бірақ 1 жыл бұрын мен осы көлікті алғым келетініне мен тоқталдым. Осы көлік маған керек екеніне тоқталдым. Бірақ осы сол саналы түрде сеніп, саналы түрде осы көлікке ниет қылып жүргенім соңғы бір 6 айдың шамасы. Яғни, бірінші, сіз өзіңіздің қалайтыныңызды, яғни хочу біліп аласыз. Егер нақты, мысалы, осындай модель, осындай бір көлік деп білмесеңіз, жалпы бір көлік, яғни көлік қалайсыз. Екінші мәселе, барынша негізі детальны түрде бір көлікті таңдағаныңыз жақсы.
соның бағана иісін сезіп көріп, жүргенін, мотордың дауысын естіп көргеніңіз бағанағы енді қиялыңызда. Егер де сол қалаңызда сол көлікті автосалондарда сатса, барып отырып бір сипап бағана рульді, ішінден бір тест-драйвқа мүмкін жазылып, ол енді керім, ол енді тамаша. Егер енді тез орындатқыңыз келсе осы бағана арманды. Содан кейін үшінші қадам ниет қылу. Я, мен қалаймын, бірақ орындалмаса да мен бақыттымын. Ұмытып кетіңіз содан кейін. Яғни осы ниетіңізді ұмытып кетіңіз, ол түп санаға сіңіп кетеді. Содан кейін күніне болсын, немесе күнара болсын, бір сезіп, сол бағанағы көлікте жүргеніңізді елестетіңіз. Сол уақытта, сол аптаның ішіне сіз қаладан бірнеше рет сол көлікті көресіз, яғни сондай көлік көбейіп кетеді. Ол сіздің сол арманыңыз жақындап келе жатырғанының белгісі. Бұл енді бір көлік туралы айттық. Енді жалпы негізінде біздің арман мақсатымыз видеали деп айтады ғой, видеали, да? Ең идеалды, ең керемет бір версиясында. Біздің арман мақсатымыз сол көліктерге, дүниелерге, сағаттарға, сондай бір кәсіптерге тәуелді болмау керек. Біздің арман мақсаттарымыз, біз бұл әлемге не пайда келдіріп жатырмыз, не істеп жүрміз жалпы, қандай бізбен мысалы араласқан адамдар, байланысқан адамдар бізден қандай әсер алады, бізден қандай пайда алады өздеріне, соны да ойлауымыз керек. Яғни бұл біздің миссиямыз, орысша айтқанда предназначение. Сондықтан сіз әрдайым бір қалау энергиясында жүрсеңіз, яғни осындай бақытты өмірді қалаймын, осындай сүйген жарды қалаймын, осындай көлікті қалаймын, осындай пәтерді қалаймын деп жүрген бір қалау энергиясында жүрсеңіз, сіз сол қалау энергиясын көбейтесіз. Яғни сіздің өміріңізде ол нәрселер болмайды, сіздің өміріңізде тек қана қалау болады, жоқшылық болады. Сіздің өміріңіз сол қалайтын нәрселеріңізді барынша жазып, белгілеп шығу, содан кейін соны сезініп көру. Мысалы, пәтер болса, сол пәтерді сезініп көріңіз. Бір жақсы көретін адаммен жүргіңіз келсе, сол адаммен жүргенде қандай сезімде боласыз? Сіз ол адамға не бересіз? Қандай сезім ол адамның жүрегінде ұялатасыз? Соны ойлауыңыз керек. Содан кейін барып, бұл орындалса да, орындалмаса да мен бақыттымын деп шынайы ниет айтуыңыз керек. Себебі сіз егер сол арман мақсаттарыңызға тәуелді болсаңыз, яғни сіздің бақытты болуыңыз үшін сол арман мақсаттар орындалу керек болатын болса, ол онда нағыз бақыт емес. Сіздің өмірлік энергияңыз сол арман мақсаттарға жұмсалады. Сол арман мақсаттар орындалуы мүмкін, бірақ сіздің денсаулығыңыздан немесе басқа бір жақтан сол энергияны алып қояды. Сондықтан біз әрдайым 12%-ға дамып отырғанымыз жөн, жылдам емес, 12%-ға. Сонда денсаулығымыз жақсы болады, қарым-қатынасымыз, бала-шағамыз, кәсібіміз, ақшамыз, абыройымыз барлығы бір деңгейде жайлап дамиды. Мына балгерлерге барып, немесе сол қара күштерге барып, адамдар тез байып кетіп жатады ғой. Сіз олар өте бақытсыз адамдар. Себебі энергияларын басқа жақтардан сорып алады да, соған байлық келеді, бірақ түбіне тағдыры арқылы, балалары арқылы, немесе өзінің саулығы арқылы, басқа да бір мәселелері арқылы сол адам сол қара күштерге үлкен бір процентпен жауап береді. Қара энергиямен, яғни өкініш энергиясымен жауап береді. Ол және көп кешіктірмейді. Сондықтан бақытты болғыңыз келсе, әрбір саланың
өзінің бағана деңгейінде дамуына көңіл бөліңіз. Сосын, мысалы, проблема. Мысалы, 3 күннен кейін сіз несие төлеуіңіз керек. Ақша таба алмай жатсыз, немесе пәтеріңіздің ақшасын төлеу керек. Осы техниканы осы жерде де қолдануға болады. Яғни, мен мысалы 3 күннен кейін несиемді төлеуім керек, мысалы маған 100 000 теңге ақша керек. 100 000 теңге табылмаса да мен бақыттымын. Яғни осы арқылы да сізді сынайды. Сіздің бақытыңыз сол несиені төле алмауға да байланысты болмау керек. Мысалы, сіз несиені төле алмай қалсаңыз, онда сіздің бақытыңыз кетіп қалады деген сөз. Яғни сіз тәуелдісіз. Енді бұл кейбір адамдарға түсініксіз болуы мүмкін. Ол қалай біз қарызды қайтармаймыз ба деген сияқты. Бұл жерде басқа бір нәрсе, басқа бір мәселе. Ол нәрсе егер сізге бағанағы қызық болса, сол мәселені тереңірек талдағыңыз келсе, маған WhatsApp-қа жазыңыз. Әрбіреуіңіздің мәселеңізді жекеше талдаймын, жекеше барынша көмегімді беремін. Сондықтан кез келген бір проблема болса, тағы да бір мәселе бар. Ол енді жалпы енді айтып өтейін. Мысалы, сол 3 күннен кейін бір адамға бір 500 000 теңге беруіңіз керек қарызыңызды. Енді банк болғасын ол үйіңізге келмейді ғой. Ал басқа бір адам болса, бір үлкен сумма болатын болса, үйіңізге келуі мүмкін. Сонда, мен мысалы сол 500 000 теңгені беруім керек. Барымша тырысамын, барымша іздеймін. Бірақ мен бере алмасам да, менің өзімнің бақытым өзімде. Сосын мынандай техника жасауға болады. 3 түрлі сценарий құрыңыз. Яғни ең жаман сценарий құрыңыз. Сол 3 күннен кейін сол адамға 500 000 теңгемді тауып бере алмасам, ең жаман сценарийда не болады? Ол үйіме келіп, менің үйімдің есігін тарсылдатып, мені далаға шығарып алып, мені ұруы мүмкін. Мен осыны қабылдаймын. Осы сценарийді, осы ең жаман сценарийді қабылдадым деп қабылдаңыз. Екіншіден, ортаңғы бір сценарий құрастырыңыз. Сол бере алмасам, ол менің үйіме келуі мүмкін, бірақ сол есік алдына шақырып алып, менімен сөйлесуі мүмкін. Бірақ кері әрі қарай бағанағы бір аптаға немесе создыру мүмкін. Жақсы, оған көнемін. Сосын ең керемет сценарий. Маған ақша оңай келеді. 3 күннің ішінде мен ақшаны тауып беріп жатырмын. Және сол адам маған алғысын айтып жатыр. Осындай 3 түрлі сценарий құрсаңыз, сіз қайтесіз? Сіз қорқыныш энергиясын жоқ қылдырасыз. Ал сіз не ойлайсыз, сол сізге келеді. Яғни бұл жерде қорқыныш энергиясы болғаннан кейін, сол қорқынышты сіздің өміріңізге алып келеді. Яғни қорыққаныңыз алдыңызға келеді. Сондықтан 3 сценарийді осылай миыңызда саралап, үшеуінде жүрегіңізбен қабылдасаңыз, ең жақсы сценарий орындалады. Сеніңіз маған. Сосын, енді осы 3 сценарийдің үшеуі де көмектеспей жатса, әлі ішіңізде бір қорқыныш бар, әлі ішіңізде бір сондай бір сезім баурап тұр, бір дірілдеп тұрсыз, онда айтуыңызға болады. Мен өлімге дайынмын. Мен қазір өліп кетсем, осы проблема бола ма? Жоқ. Мен өлуге де дайынмын. Десеңіз, әрине басылады. Сондықтан жасап көріңіз. Енді қазір мен 1-2 техниканы айтамын деп, бірнеше техниканы айтып жібердім. Мүмкін бағана түсінбей жатқан шығарсыз кейбір мәселелерге. Мүмкін артынан бөлек-бөлек қысқаша шығарармын. Рахмет.